Так, бүгінгі деп осы сабақтың тақырыбы K-level, яғни орысша ключевые зоны, қазақша маңызды ключевые уровни, қазақша маңызды деңгейлер. K-level деп үйренгендер жақсы да ағылшын тілінде, потому что ертең әртүрлі материалдар қарайсыздар, интернеттен негізі ағылшын тілінде өте көп материалдар бар. Сол кезде шатаспас үшін осылай түсініп алғандар дұрыс дейді. Немесе оны ликвидный зоны дейді, там міне әртүрлі нелерін жазып қойдым, бар кейбір моменттері қалып қоюы мүмкін. Яғни имбаланс, мысалы смарт манийда, ICT-да қолданады. Яғни цена бір неде, оны біразыңыз білесіздер, потому что опыттарыңыз бар, білмейтіндеріңіз ютубтан қарайсыздар, имбаланс деген не, оны түсіндіріп отырмаймын, потому что оған не жоқ, біразыңыз білесіздер, білмейтіндеріңіз ютубтан қарайсыздар. Имбаланс деген сол, яғни цена бір жақтың күші сатушылар немесе сатып алушылардың несі көбейіп кеткенінен, бір жағы басым болып кеткенінен баланс бұзылып, имбаланс, яғни теңсіздік пайда болып, цена бір жаққа қатты қозғалып кетеді. Кейін ол жерге қайтып келмейді, сөйтіп пустота пайда болады. Сол пустотаның бір свечаның екі жағындағы свечаның ортасында бір пустота болса, минимум максимум ортасында, оны имбаланс дейді. И всегда цена пустота. Вообще дүниеде, әлемде сондай бір правило бар. Вселенная не любит пустоту деген. Всегда балансировать етуге тырысады. Мысалы, сіздерді мысалы энергияларын жұмсайсыздар, не істейсіздер? Соны скорпить етпеу керек деген нәрсе сол ғой. Сіздер көп энергия жұмсайсыздар, бірақ аз суммамен ұсақ-ұсақтан кіргеннен көп расходтайсыздар, бірақ неңіз отдачаңыз аз болады да, минус кетіп қаласыздар, сөйтіп шаршап қаласыздар да. Дисбаланс пайда болады да, имбаланс, яғни сіз көп энергия жұмсайсыз, бірақ аз энергия алып жатсыз. Сондықтан кейін миыңызда бір сопротивление пайда болады, трейдингке қатысты, неге қатысты, содан психологияларыңыз бұзылады да. Біздің 2x деген трейдинг стратегиямыздың мақсаты несі, вообще сондай психологияға қалыптастыру, сондай психологический аспектті ескеру мақсатында сондай неден туындаған нәрсе ғой. Сондықтан имбаланс деген ол ценада да сондай, бір жаққа басым болып кеткеннен кейін ол цена қайтып тұруға тырысады. Как магнит болады да, ценаны тартатын өзінің жеріне. Сондықтан осындай нәрсені ескеріңіздер. И рынктың бір несі бар. Главное правило рынка – цена ходит от ликвидности к ликвидности. Яғни осы нәрсені түсініп алыңыздар. Всегда цена енді бір жерден екінші жерге обязательно пустота. Рынокта пустое движение жоқ. Да, бүйтіп жүрер, потому что ол манипуляция болмаса, бүйтіп жүрмесе, бүйтіп әдемі болып жүріп отырса, рынок бәрі читаемый болады да, ол жерде сізді бәріңіз бай болатын едіңіздер да, ол рынок существовать етпейтін вообще болмайтын дейді, потому что ол минусқа кіру үшін емес, пайда табу үшін, біз сияқты трейдерлерден пайда табу үшін ғана ашылған нәрсе ғой. Кім минусқа кіру үшін бір нәрсе ойлап табады, жүргізеді. Сондықтан цена вообще от ликвидности к ликвидности жүреді. Ликвидность деген ол яғни білесіздер да, мысалы бір зат саудада, любой жерде ең бірінші тауар таңдағанда, бір бизнес таңдағанда ликвидностьқа қарайды. Сіз көп адамдардың қателігі сол өзіне ұнайтын, бір балалық жетіспеген ойыншығым деген сияқты бір сондай бір нәрсені алып сатқысы келеді да, бірақ ол рынокта сұраныс бар ма, жоқ па, онымен санаспайды. Кейін банкрот болады, бір жерде қалады тауарлар деген сияқты. Бизнес ашқанда сол ең бірінші нәрсе ескеру керек, тексеріп көру керек нәрсе ол ликвидность бар ма, жоқ па, сұраныс бар ма, жоқ па деген сияқты. Сол сияқты біздің трейдингте негізі сауда ғой, енді сауда просто цифровой сауда, и скорость бешеный да, бірақ и онлайн болады, сіз қолыңызға затты ұстамайсыз ғой. Сол сияқты, сол себепті бұл жерде де ликвидность деген нәрсе маңызды. И цена не үшін мына жерге барды да, мысалы мына жерде ликвидность алып, біреулердің топтарын сіз минусқа кіргенде олар ақша табады да, допустим. Сіз мына жерден бай позицияға кірдіңіз, мына жерге стоп қойдыңыз ғой. Сізді минусқа шығарып жіберген кезде
Ya'ni siz minusga chiqasiz. Ya'ni pozitsiyangizni minusga sotasiz. Ya'ni o'g'an выгодный цеnaмен sotasiz. Ол выгодный цеnaмен sotib oladi-da, abden barini chiqarib жоғары qaray ushadi-da. Уже mына жерден arzonga sotib olgan narsasini yoqqa qimmatga mына жерден sotadi. Ол бірден мына жерге апарып сатпайды. Ол ақыры неге мынандай нелер болады? Потому что мына жерге ликвидностьты жинау керек та. Вот. От ликвидности к ликвидности. Мына жерден ликвидность алды ма, уже мына жерде ликвидность жиналады. Сол ликвидностьке барады. Оны бұзып өтіп, міне мынаған келеді. Одан бұзып өтіп, тік келіп, сөйтіп от ликвидностьке ликвидность. Міне мына жерде мысалы брекер болып, mitigation болып, мынау міне ордер болып, мынау уже имбаланс деген сияқты. Міне мына ликвидностьті алды, мына ликвидностьқа барып, минусқа шығарып, қайтып келді. Одан мына жерге ликвидностьni алып, мына жердегі немен жұмыс жасады, қайтадан ол жердегі бәрін минусқа шығарды да, қайтып келіп, митигация жасап, mitigation болып, бір направление. Айтып отырмын, бұл ақпараттарды, бұл зоналар туралы ютубта толып тұр. Жақсы түсіндіретін, ол андай сабақты несі өтпеймін, опыттарыңыз бар деп ойлаймын. Мына жерде ордер болып, мына жақта ликвидность, мына жердегі ликвидность алып, оған дейін исторический ликвидностьтерді алады, сөйтіп мына жерге қайтып келеді. Ордер блоктан не алады да кетеді, мына жерден ликвидность алады, и сосын міне имбалансқа өтеді, міне осы имбаланстан поддержка алып, мына жаққа келеді. Мынандай нәрсеге беруі мүмкін. Сосын міне қалған кезде тағы да имбаланс қалдырады. Осылай міне рынок деген от ликвидности к ликвидности. Цена ходит, парадигма дейді, фомода дейді. Но қарапайым тілмен айтқанда цена от ликвидности к ликвидности жүреді. Оны потом неде көресіздер, чтобы түсінулеріңіз үшін бұл сабақ. Мына зона нелерді өздеріңіз анықтай білу керексіздер. Ол бізде полноценный курс емес, не емес. Дальнейшем ютубтан қарасаңыздар болады, аттарын жазып бердім ма. Важные фракталы, яғни сессияның Азияның хайы минимумы, Еуропаның хайы минимумы, Америка, яғни Нью-Йоркский сессияның хайы минимумы, сосын ордер блок, брекер блок, mitigation, зона интереса, мысалы өте жақсы реакция, FIBA зоны үйретеміз да, осы стратегия барысында. Сценарий зоны, оны тоже кітаптар бар, видеолар толып тұр ютубта. Поддержка сопротивления, қарапайым көбісі солай түсініп алған. Енді бәрі бір нәрсе ғой, негізі бір әртүрлі атау алған. Любой зона, короче. Соларды білу, яғни не үшін керек бұл келу, біз білеміз да. Рынок ашылған, любой свеча ашылған кезде манипуляция болады. Аккумуляция болады, сосын бір жағынан ликвидность шешеді да, бір жағы екінші ликвидностьқа кетеді. Сол таймфреймдағы деген сияқты. Мына ликвидность қалмайды. Яқтан шешіп, сөйтіп свеча жалады. Но годовой болсын, апталық болсын, бәрі солай. Бүгін осы сабақтың яғни ключевой зона, ликвидный зона қалыптасты деп ойлаймын.